Қайырлы күн, күндеріңіз сәтті өтсін. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, жұп-жұмсақ асқабақтан бөрек дайындайтын боламыз. Видеодан көріп отырғандарыңыздай өте жұп-жұмсақ болады. Сонымен қатар іші салмағы толы. Бұл жерде рецепт 4 бөрекке арналған. Қалауыңызға қарай рецепті 2-3 есеге көбейтіп, санын ұлғайтсаңыздар болады, немесе бөректі кішілеу етіп жасасаңыздар да болады. Ең алдымен жылы сүтімізге жылы суымызды құямыз, және де біраз қасық қантымызды, 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Аштығымызды қосып, ұнымызды қосамыз. Барлығын біркелкі болғанша қамырымызды илеп аламыз. Бізде жұмсақтау қамыр шығады. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 30 грамм мөлшерінде сұйық май қосамыз. Шамамен 1,5 ас қасықтай. Қамырымыз бен сұйық майымыз біркелкі болғанша осылай қайтарып илей береміз. Сіздерде қайтарып илеуге 5-10 минут көлемінде уақыттарыңыз кетеді. Қамырларымыз осылай біркелкі болып соңында бірігеді. Осы қамырымызды алып, жылы жерге бетін жауып, 1 сағат көлемінде тынықтырып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Мен пияз бен асқабақты пайдаландым. Дәміне қарай тұз, бұрыш және де ортасы нәрлі болу үшін кішкене аз мөлшерде сұйық май қостым. Салмамызды жақсылап араластырамыз. Тұз бұрышы бүкіл жеріне толықтай араласқанына көз жеткізіңіздер. Бізде қамырымыз тез көтеріледі. Мен 2-3 мәрте қайтарып иледім. Енді қамырымызды алып, қолымызбен бір қайтарамыз. Және де 4 бөлікке бөліп аламыз. Қалауларыңызға қарай одан да көп бөлікке бөлсеңіздер болады. Таразыны пайдалансаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен бөліп алдым. Бөлінген бөлікшелерді күлшелеп, біртіндеп жая бастаймыз. Қамырымыз алғашқы видеода көргендеріңіздей жақсы көтеріледі, сондықтан да жұқалау етіп жаямыз. Шеті, ортасы барлығы біркелкі болуы керек. Барлық керекті заттарды мөлшермен, грамдармен видеоның астында описаниеге жазып кететін боламын. Алда шығатын жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп кетіңіздер. Қамырымызды осындай жұқалықта жайып алдық. Енді жайылған қамырымыздың бетіне қолымызды аз ғана сұйық маймен майлап, толықтай жағып шығамыз. Дайындап алған салмамызды 4 бөлікке бөліп, соның бір бөлігін қамырымыздың үстіне біркелкі етіп жайып шығамыз. Салмамыздың барлығын осылай салып алғаннан кейін рулет етіп, шетінен бастап, қатты нығыздамай ораймыз. Барлығын осылай рулет етіп орап аламыз, және де орап болғаннан кейін шеткі бөліктерінің 2 ұшын бекітеміз. 2 шетін біріктіріп алғаннан кейін ұлу тәріздес етіп, дөңгелекше формаға келтіріп, рулеттерімізді ораймыз. Үстінен аз ғана басамыз, қатты баспаймыз. Және асты майланған табамызға осы бөректерімізді орналастырып шығамыз. Барлық бөліктерімізді дәл осылай видеодағыдай етіп қайталап, бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Жиырма минуттан кейін алып, бір жұмыртқаны жақсылап араластырып, беткі бөліктерін және де қамырдың үстіңгі бөлігін толықтай қамтитындай етіп жағып шығамыз. Пешімізді 180 градуста алдын ала қыздырып қоямыз. Қызған пешімізде 40-45 минут көлемінде бөліктерімізді пісіріп аламыз. Дәл осы рецептпен егер де бөрек дайындап көрген болсаңыздар, комментарийға жазып кетіңіздер. 40-45 минутта бөректеріміз толығымен пісіп шығады. Осы бөректерді кез келген салмасын ауыстырып жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Дәмді аспен үй іштеріңізді қуантыңыздар. Сіздермен болған Айгүлдің асханасы.